Сәлеметсіздер ме? Осыған дейін біз энергия сақтайтын бір конденсатор немесе бір индукторы бар бірінші реттік тізбектерді қарастырған болатынбыз. Енді біз екі индуктор, екі конденсатор немесе бір индуктор, бір конденсатор энергия сақтаушы элементтерден тұратын екінші ретті тізбектерді қарастырамыз. Өтетін тақырыптарымыз екінші ретті тізбектерден кейін оларға арналған дифференциалдық теңдеулерді қарастырамыз, сипаттамалық теңдеу және екінші ретті тізбектердің табиғи жауаптарын қарастырамыз. Екінші реттік тізбек екінші реттік дифференциалдық теңдеумен ұсынылады. Яғни мынандай түрдегі, мұндағы альфа дегеніміз бізде демпфер факторы болып есептеледі, омега 0 резонанстық жиілік және f-ті тізбектің кірісі, ал x-ті тізбектің шығысы болып есептеледі. Тізбекте көрсетілген дифференциалдық теңдеулердің реті тізбектегі азайтылмайтын конденсаторлар санына және төмендетілмейтін индукторлар санына тең болады. Мысалы, екінші реттік тізбекте бір конденсатор мен бір индуктор болуы мүмкін, немесе екі конденсатор және индуктор жоқ болуы мүмкін. Екінші реттік тізбектердің мысалдары. Мысалы, бірінші тізбекке қарайтын болсаңыздар, бұл жерде азайтуға болмайтын екі энергия сақтаушы элемент бар. Біріншісі ол индуктор және конденсатор. Яғни бұл екінші реттік тізбек болып есептеледі. Және екіншісінде тізбектей жалғанған индуктор мен конденсатор берілген, бұл да екінші реттік тізбек болып саналады. Үшінші тізбекке қарайтын болсаңыздар, бұл жерде параллельде және тізбекте де жалғанбаған, яғни екі индуктор берілген, азайтуға келмейтін, және бұл да екінші реттік тізбек болып саналады. Екінші реттік тізбектерге арналған дифференциалдық теңдеулер. Бізде бұнда параллель жалғанған R, L және S берілген. Біз мына түйін үшін Кирхофтың ток заңын жазамыз. Тоқтарды белгілейміз, мына тоғымыз кіріп тұр, мына тоғымыз шығып тұр, мына тоғымыз шығып тұр, және мына тоғымыз шығып тұр. Енді IS бізде оң жағында болады, ал сол жағында V бөлінген R қосылған I қосылған C көбейтілген DV бөлінген DT болады. Индуктор үшін теңдеуіміз V тең L көбейтілген DI бөлінген DT-ға тең. Бірінші және екінші формулаларымызды біріктіріп, екінші ретті дифференциалдық теңдеу аламыз. Яғни L бөлінген R көбейтілген DI бөлінген DT қосылған I қосылған L көбейтілген C көбейтілген D квадрат I бөлінген DT квадрат тең болады IS-қа. Бұл бізде екінші ретті теңдеу болады, өйткені DV бөлінген DT тең болады L көбейтілген D квадрат I бөлінген DT квадратқа. I-тіні табу үшін үшінші формуланы шешеміз, ал V-тіні табу үшін екіні пайдаланамыз. Екінші реттік дифференциалдық теңдеуді алудың бұл әдісі тікелей әдіс деп аталады. Екінші ретті теңдеу үшін дифференциалдық теңдеу алудың тікелей әдісі 4 қадамнан тұрады. Яғни бірінші қадам x1 және x2 күй айнымалыларын анықтаймыз. Бұл айнымалылар конденсатордың кернеулері немесе индуктивті токтар болуы мүмкін. Екінші қадам dx1 бөлінген dt тең болады f x1 x2 үшін бірінші реттік дифференциалдық теңдеу жазамыз. Үшінші қадам екінші айнымалы үшін екінші бірінші реттік дифференциалдық теңдеуді жазамыз. Яғни dx2 бөлінген dt тең болады k көбейтілген x1. Төртінші қадам екінші формуланы біріншіге ауыстырамыз. Және x2 бойынша екінші реттік дифференциалдық теңдеуді аламыз. Мысалы, алдыңғы мысалдағыдай күй айнымалылары x1 тең v-ға және x2 тең i-ге. Екінші ретті тізбек үшін дифференциалдық теңдеулер RLC сериясы. Бұл жерде бізде L және C жинақтаушы, энергия жинақтаушы элемент тізбекте жалғанып тұр. Яғни мына екеуі. Катушкадағы кернеу
сыйымдылықтағы кернеуден артық болады. Яғни L көбейтілген DI бөлінген DT болады. VR бізде тең болады R-ға. Біз цикл бойынша Кирхофтың кернеу заңын жазатын болсақ, L көбейтілген DI бөлінген DT қосылған V қосылған RI тең болады VS-ға. Ал конденсатордағы теңдеу I тең болады C көбейтілген DV бөлінген DT-ға. Егер де біз мына формуланы мынаған қойып жазатын болсақ, онда мына үшінші өрнегімізді аламыз. Үшінші өрнекті біз келесідей, яғни төртінші өрнек түрінде ала аламыз. Ең жоғарғы туынды мүшенің алдына 1 деген коэффициент қоямыз. VT-ны табу үшін төртінші теңдеуді шешеміз, ал IT-ны табу үшін 2-ні пайдаланамыз. Екінші реттік тізбектердің дифференциалдық теңдеулерін шығарудың операторлық әдісі. Бұл бізде екінші реттік тізбек болып саналады, өйткені бөлуге келмейтін L1 және L2 индукторымыз бар. Біз бірінші I1 цикл үшін тор теңдеуін жазамыз. Яғни тор бірінші мына жерге L1 көбейтілген DI1 бөлінген DT қосылған R көбейтілген I1 минус I2 тең болады VS. Екінші тор теңдеуімізді жазамыз, яғни L2 көбейтілген DI2 бөлінген DT қосылған R көбейтілген I2 минус I1 тең болады 0-ге. Енді мында жазамыз DI1 бөлінген DT қосылған I1 минус I2 тең болады VS-қа. Бұл біздің бірінші теңдеуіміз болсын. Келесі 2 көбейтілген DI2 бөлінген DT қосылған I2 минус I1 тең болады 0-ге. Бұл біздің екінші теңдеуіміз. Енді біз осы теңдеуді бір және екіншісін пайдаланып, тізбек теңдеулерін шығарудың интегралдық әдісін үйренеміз. Бізде тор 1 және тор 2 теңдеулеріміз бар. Енді біз дифференциалдық теңдеулер шығарудың жаңа құралын енгіземіз. Дифференциалдық оператор бізде тең болады S тең D бөлінген DT-ға. Бірінші және екінші дифференциалдық операторларды қолданып, біз үшінші және төртінші өрнекті аламыз. S алгебралық айнымалы дифференциалдық операцияны білдіреді. Сондықтан болашақта Лаплас түрленуін егжей-тегжей зерттегенде не істей алатынымызды білетін боламыз. Ал бізде DI1 бөлінген DT S көбейтілген I1-ге тең. Ал 2 DI2 бөлінген DT 2 S көбейтілген I2-ге тең. Бұл дегеніміз біз бірінші теңдеуді мына үшінші теңдеу түрінде, ал екінші теңдеуді төртінші теңдеу түрінде жаза аламыз деген сөз. Енді біз кейбір теңдеулерді шығару үшін үшінші және төртінші теңдеулерді алгебралық түрде шешеміз және кері дифференциалды операторларды қолданып дифференциалды теңдеуге келетін боламыз. I1 тең болады I2 көбейтілген 1 қосылған 2S. Бұны біз мына теңдеуге қойып жазатын болсақ, I2 көбейтілген S қосылған 2S қосылған I квадрат 1 қосылған 2S минус I2 тең болады VS. I квадрат көбейтілген 2S квадрат қосылған 3S тең болады VS-қа. Яғни бізде 2 көбейтілген D квадрат I2 бөлінген DT қосылған 3 көбейтілген D I2 бөлінген DT тең болады VS-қа. Бұл оператор әдісімен
алынған дифференциалдық теңдеу болып табылады. I1-ді табу үшін біз мына теңдеуді қолданамыз және мына теңдеуді қолдана аламыз. Яғни I1 тең болады I2 қосылған 2 көбейтілген D2 бөлінген DT-ға. Бұл жаттығуда екінші реттік тізбек үшін дифференциалдық теңдеулерді табамыз. Бізде 2 индуктор берілген, 2 Генри және 1 Генри. Тор әдісін қолданамыз, яғни тор 1 үшін жазамыз. 8 көбейтілген I1 қосылған 2 көбейтілген DI1 бөлінген DT қосылған 4 I1 минус 4 2 тең болады VS-ға. Айнымалыларды біріктіреміз. 2 DI1 бөлінген DT қосылған 12 I1 минус 4 2 тең болады VS. Енді тор 2 үшін жазамыз. DI2 бөлінген DT қосылған 4 I2 минус 4 I1 тең болады 0-ге. Дифференциалдық операторды қалай анықтаймыз? S тең болады D бөлінген DT. Енді жазамыз 2 көбейтілген S көбейтілген I1 қосылған 12 I1 минус 4 I2 тең болады VS-ға. S көбейтілген I2 қосылған 4 көбейтілген I2 минус 4 I1 тең болады 0-ге. I1 тең болады S қосылған 4 көбейтілген I2 бөлінген 4-ге. Енді бұны біз мына теңдеуге қойып жазамыз. Яғни 2S қосылған 12 көбейтілген S қосылған 4 бөлеміз 4-ге, көбейтеміз 2 минус 4 2 тең болады VS-ға. 2S квадрат қосылған 20S қосылған 48 минус 16 I2 тең болады 4 VS. 2S квадрат қосылған 20S қосылған 32 көбейтілген 2 тең болады 4 VS-ға. Енді біз бұл теңдеуді 2-ге бөлеміз, яғни бізде S квадрат қосылған 10S қосылған 16 көбейтілген 2 тең 2 VS қалады. I-дің екінші ретті туындысы ретінде жаза аламыз. Яғни жазамыз D квадрат 2 бөлінген DT квадрат қосылған 10 көбейтілген DI2 бөлінген DT қосылған 16 көбейтілген I2 тең болады 2 VS-қа. Жүйе үшін екінші реттік теңдеуді анықтадық және мына теңдеуді қолдандық. Яғни мына теңдеуіміз. Төменде екінші ретті дифференциалдық теңдеу энергияны сақтаудың 2 төмендетілмейтін элементі бар тізбекті білдіреді. Яғни бұл жердегі A2, A1 және A0 белгілі, яғни ол R, L, C мәндеріне байланысты болады. Ал F-ті тізбектің кірісі, X-ті шығысы болып табылады.
Толық жауап x-ті арқылы беріледі, яғни x тең болады xn қосылған xf-ға. xn дегеніміз бізде табиғи жауап, xf дегеніміз мәжбүрлі жауап. Табиғи жауап f-ті 0-ге тең болғанда орындалмаған дифференциалдық теңдеуді қанағаттандырады. Мәжбүрлі жауап теңдеуді f-ті мәжбүрлеу функциясымен қанағаттандырады, бірақ тізбектің бастапқы жағдайлары ескерілмейді. xn тізбегінің табиғи реакциясы мына теңдеуді қанағаттандырады. Форманың шешімін ұсынатын болсақ, xn тең болады a көбейтілген e-нің s-ті дәрежесіне. a және s-ті табуымыз керек. dxn-нің туындысын алатын болсақ, dxn бөлінген dt тең болады a көбейтілген s көбейтілген e-нің s-ті дәрежесіне. d квадрат xn бөлінген dt тең болады a көбейтілген s квадрат көбейтілген e-нің s-ті дәрежесіне. Осыны алып, бірге қоятын болсақ, онда біз мына екінші теңдеуді аламыз. Яғни a көбейтілген e-нің s-ті дәрежесі ол бізде xn-ға тең, яғни табиғи жауапқа тең болады. Онда біз мына өрнекті аламыз. Бізге сипаттамалық теңдеудің шешімдерін табуымыз керек. Яғни ол мынаған тең болады. Бұл жерде бізде екі түбір бар. Яғни S1 және S2 деген. Осы екі түбір жүйенің бастапқы жағдайларға арналған динамикалық мінез құлқын басқаратын болады. Сипаттамалық теңдеу барлық тәуелсіз көздерді нөлге теңестіру және экспоненциалды шешім қабылдау арқылы тізбектің басқарушы дифференциалдық теңдеуінен алынады. Мына сипаттамалық теңдеудің екі түрі бар. S1-2 тең болады минус A1 плюс минус түбір асты A1 квадрат минус 4A2 көбейтілген A0 бөлеміз 2A2-ге. Екі айқын түбір болған кезде табиғи жауап келесі түрде болады, яғни xn тең болады A1 көбейтілген e-нің S1 дәрежесі қосылған A2 көбейтілген e-нің S2 дәрежесіне. A1 және A2 тұрақтыларын энергияны жинақтайтын элементтердің бастапқы шарттарын қолдана отырып табамыз. Біз S1 мен S2 тең болған ерекше жағдайды кейінірек қарастырамыз. Мәжбүрленген параллель RLC тізбегінің табиғи жауабы. Бір конденсатордан, бір индуктордан және бір резистордан тұратын тізбекте ток немесе кернеу көздері болмайды. Тек табиғи жауап болады. Осы тізбектердің дифференциалдық теңдеуі келесі түрде болады. Яғни бірінші формула. Жоғары түйінде Кирхофтың ток заңын жазатын болсақ, бізде мына екінші теңдеуді аламыз. Осы екінші теңдеудің туындысын алатын болсақ, бізде ол мынаған тең болады, яғни d квадраты v бөлінген dt квадрат қосылған 1 бөлінген r көбейтілген c көбейтілген dv бөлінген dt қосылған 1 бөлінген lc көбейтілген v-ға тең болады 0-ге. Яғни үшінші S дифференциалдық операторын қолданатын болсақ, бізде үшінші теңдеуіміз мына төртінші түрде болады. Яғни S квадрат қосылған 1 бөлінген c көбейтілген S қосылған 1 бөлінген lc тең болады 0-ге. Бізге мына сипаттамалық теңдеуді шешу керек, яғни табатын болсақ, S1 және 2 тең болады минус 1 бөлінген 2 көбейтілген RC. Плюс минус түбір асты жақша 1 бөлінген 2 RC-ның квадраты минус 1 бөлінген LC-ға. S1 және S2 тең болмаған кезде дифференциалдық теңдеудің шешімі мына түрде болады. Яғни VN тең болады A1 көбейтілген
e-нің s1t дәрежесі қосылған a2 көбейтілген e-нің s2t дәрежесіне. Сипаттамалық теңдеудің түбірлерін келесі түрде жазуға болады. Яғни s1-2 тең болады минус альфа плюс минус түбір альфа квадрат минус омега 0 квадратқа. Өшірілген резонанстық жиілік келесі түрде анықталады. Яғни vd омега-д тең болады түбір асты омега 0 квадрат минус альфа квадратқа. Сипаттамалық теңдеудің мүмкін шешімдері. Сипаттамалық теңдеулердің шешімдері үш түрлі формада болуы мүмкін. Яғни біріншісі альфа квадрат омега 0 квадраттан үлкен болған кезде екі нақты және айқын түбірлер болады, яғни шамадан тыс жауап болады. Екінші шарт альфа квадрат омега 0 квадратпен теңескен кезде екі нақты түбір болады, яғни өте маңызды жауап. Үшінші альфа квадрат омега 0 квадраттан кіші болған жағдай екі күрделі түбір болады, яғни жеткілікті емес жауап болған кезде. Мұнда бізде максималды сигнал орнатылған уақыт, яғни мынау уақытты білдіреді. Бірінші жауабымыз бізде жеткіліксіз жауап, көкпен көрсетілген ол тербеліс түрінде беріліп тұр. Және екінші өте маңызды жауап, с тең 1 болған кезде қызылмен көрсетілген ол тербеліс түрінде емес. Үшінші шамадан тыс жауап, ол жүйенің мінез құлқын жүйенің ең баяу полюсы басқаратынын көріп тұрмыз. Сондықтан жүйелік жауап баяу болады. Параллель RLC тізбегінің шешімі, яғни мынада болады. Бұл жерден біз VN0-ді анықтайтын болсақ, ол тең болады. A1 көбейтілген E-нің 0 дәрежесі қосылған A2 көбейтілген E-нің 0 дәрежесіне. Яғни тең болады A1 қосылған A2-ге. Бізге A1 және A2-ның мәндерін анықтауымыз керек. Конденсатор кернеуі мен индуктор тогының бастапқы шарттары сәйкесінше V0 және I0 болады. Басқа кернеу көзі болмағандықтан T0 болған кезде бізде Vn мынаған тең болады. Яғни ол бізде мына теңдеу. Бізде екі белгісіз бар, тағы бір теңдеу табу керек. Яғни жалпы теңдеуге қараймыз. Бұл жерде интегралдық жүйе қайдан пайда болды деген сұрақ туындауы мүмкін. Мына жерде t 0-ге тең болады, яғни интеграл 0-ден 0-ге тең болған кезде бізде сәйкесінше оның мәні 0-ге тең болады. Және ол теңдеуді SV0 бөлінген dt үшін шешетін болсақ, бізде ақырғы жауабымыз мынаған тең болады. Табиғи жауап Vn бізде тең болады A1 көбейтілген E-нің S1t дәрежесі қосылған A2 көбейтілген E-нің S2t дәрежесіне. Уақыт бойынша туындалатын болсақ, бізде ол мынаған тең, және t 0-ге тең болған кезде жауабымыз мынау болады. Және біз жоғарыда келтірілген теңдеулерді біріктіретін болсақ, онда мына өрнекті аламыз. Егерде мына екінші теңдеуімізді t тең 0 болған кезде жазатын болсақ, бізде ол мынаған тең болады. dvn0 бөлінген dt тең болады A1 көбейтілген S1 қосылған A2 көбейтілген S2-ге. Егер біз бірінші теңдеуді белгісіздермен ғана жазатын болсақ, онда бізде мына өрнегіміз шығады. Бірінші және екінші теңдеулерді шеше отырып, A1 және A2-ның мәндерін табамыз. Осымен екінші реттік тізбектерге арналған дифференциалдық теңдеулерді, сипаттамалық теңдеу және екінші реттік тізбектердің табиғи жауабын қарастыруды аяқтадық.